Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге I+. Физика және математика сенің таңдаған пәндерің бе? Бүгін біз осы бағыттағы ең сұранысқа ие 5 мамандықты талдаймыз. Бұл ақпарат саған кәсіби жолыңды таңдауға көмектеседі. Бірінші, математика мұғалімдерін даярлау. Математика барлық ғылымның негізі. Бұл мамандықты аяқтап, орта мектептерде, лицейлерде, гимназияларда және колледждерде сабақ бере аласың. Сонымен қатар зерттеу институттары мен ғылыми орталықтарда ғылыми қызметкер ретінде жұмыс істеу мүмкіндігің бар. Грантқа түсу шегі ең төменгі балл 123, ең жоғарғы балл 138. Қызықты факт, Қазақстанда STEM бағытындағы мұғалімдерге сұраныс өте жоғары. Әсіресе ауылдық жерлерде бұл салада өз орныңды табу мүмкіндігі мол. Екінші, физика мұғалімдерін даярлау. Физиканы жақсы көресің бе? Олай болса, бұл сенің мамандығың болуы мүмкін. Физика пәнінің мұғалімі ретінде орта мектептерде, колледждерде білім бере аласың. Әкімшілік қызметтер мен ғылыми зерттеулерге де жол ашық. Грантқа түсу шегі ең төменгі балл 110, ең жоғарғы балл 128-ді құрайды. Қызықты факт, физика мұғалімдері Қазақстандағы ең жоғарғы жалақы алатын педагогтар қатарында. Себебі бұл бағытта мамандар жетіспейді екен. Үшінші, математика және статистика. Бұл мамандық қаржы, экономика, инженерия, IT және ғылыми зерттеулер саласында жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Статистика үлкен деректермен жұмыс істеу үшін қажет. Ал бұл сала жыл сайын қарқынды дамып келеді. Грантқа түсу шегі ең төменгі балл 92 болатын болса, ең жоғарғы балл 139. Қызықты факт, банктер, сақтандыру компаниялары, IT компаниялар статистик мамандарын көп іздейді. Мысалы, Каспи, Халық банк, Билайн сияқты компаниялар аналитикалық мамандарды жиі жұмысқа қабылдайды. Төртінші, ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану. Аспанға ұшуды армандайсың ба? Бұл мамандықты бітірген соң азаматтық ұшақтар мен тікұшақтардың пилоты, авиадиспетчер болу мүмкіндігі бар. Бұл жоғарғы табысты және мәртебелі мамандықтардың бірі. Грантқа түсу шегі ең төменгі балл 92 болатын болса, ең жоғарғы балл 133. Қызықты факт, Қазақстанда пилоттардың орташа жалақысы 1,5 миллион мен 2 миллион теңгеге жетеді екен. Air Astana, SCAT сияқты ірі әуе компаниялары бұл мамандық түлектерін үлкен қызығушылықпен жұмысқа алады. Бесінші, әуе көлігі және технологиялары. Әуе кеңістігіне қызығушылық танысаң, бұл мамандық сен үшін тамаша таңдау. Әуе компанияларында диспетчерлік пункттерде инженер ретінде жұмыс істей аласың. Авиация инженерлері әуе индустриясының болашағы. Грантқа түсу шегі ең төменгі балл 73, ең жоғарғы балл 131. Қызықты факт, Boeing, Airbus сияқты алпауыт компаниялар инженерлерді Қазақстаннан жұмысқа шақырады екен. Авиация саласы инновациялық технологиялармен тікелей байланысты. Сондықтан бұл мамандықта оқыған адам ешқашан жұмыссыз қалмайды. Қай мамандықты таңдасаң да өз ісіңде мықты болуға ұмтылу маңызды. Еңбекқорлық, үздіксіз даму, үлкен армандар табысты болашақтың кілті. Пікірге жаз. Осы мамандықтардың қайсысы саған қызықты? Лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпа. Пока-пока.